Биыл Жылой ауданында өтіп отырған 3-ші айтыс. Бір айтыс республикалық айтыс болды, бір облыстық айтыс, бір аймақтық айтыс болды. Бұндай бір жылда 3 айтыс жасауда аудан түгіл кейбір облыстарда өтіп жатқан жоқ. Сондықтан осы төлемдерді қолдан көрген осы ауданның әкімі Жұмабек Байрақбайұлына, сол әкімнің орынбасары Гүлнәпис Аязбекқызына ақындардың атынан, елдің атынан мың сан алғысымызды айтамыз. Абыройларыңыз арта берсін. Облыстық, аймақтық, республикалық айыс жасадыңыздар. Енді жылдың аяғына дейін бір халықаралық айыс жасап күтіп отырмыз бұйырса. Аман болыңыздар. Төлемдерді қолдап берген аймақ басшысы Серік Жамболы Шәпбеков, әрине жұртшылықтың ақындардың атынан тағы да мыңда бір мәрте рахметімізді айтамыз. Ал енді қадірлі ағайын, ақындардың соңғы жұбы, соңғы жүгі ауырды, өздеріңіз күтіп отырған, қазір сіздердің алдарыңызға өздеріңіздің балаларыңыз Ернұр Салауатұлы Исақаев. Ернұр Исақаев, Салауаттың көзі. Ернұрмен айтысатын жеребе сол айтысы, жеребе соқыр деген сөз бар. Батыс Қазақстан облысынан келген дүлдүл ақын, Оралдың оғыланы Бауыржан Шермеденұлы. Бірінші айналымда аса жоғары деңгейде айтыс жасаған бауырымыз. Бауыржан Шермеденұлы, Ернұр Исақаев. Іске сәт, қол салып қошемете отырайық. Бүгінгі айтыстың соңғы жылы осыдан кейін қазылардың айтысы басталады бұйырса. Тұсау жоқ қой шындарыңға, финалға шығып тұрмыз, екеуміз жанымда, Ернұр деген ұлдарында. Құлындарың құлагер боп оралыпты, құрметіне қошемет ұрмадың ба? Шалқарбай жаңа айтып өткеніндей, айтыс көп болады екен мұнда бұлда. Құрметпенен атап өтті Құлсарының жылына 3 айтысты қылғанында. Ал ендеше бісміллә деп сөз бастайын, дұрыс болмас ойланып тұрғанымда. Ей, Жұмабектің ауданында жұма күні Жұмағалидың баласы жырлануда. Ей, далама хан билікші халық еге, тату болса жетеді бәріне де. Құлсары батыр дедім, айналған жан дәуірдің дәуіне де. 5 ауданы Жылойдың 5 қару ғой, ағайын теңей алам тағы неге. Ақ киіз тоғай ақ алмас сынды, батырдың жараспай ма сәніне де. Қос шал батырлардың найзасындай, тарихы тереңдеме әрдеме. Май көмген батырлардың қалқанындай, жарасады серін сардардың сәніне де. Тұрғызба Құлсарының айбалтасы, осы теңеу келеді-ау дәліне де. Ей, шоқпар тоғайды тартыл иықтағы садақ десем, осы теңеу ұнайды-ау бәріне де. Ей, шоқпар тоғай тартылған садақ болса, салауаттар атылған сары жебе. Ей, салауат осы елдің құлындары, жалауы жырдауының жығылмады. Аламан айтыстарда білеміз ғой, атойы Астан Алматыда қылынғаны. Салауаттың сөздерін естейміз деп Ернұрға қарап отыр бүгін бәрі. Ал Ернұрдың шабысын біз көрейік, ағасымен дұрыс болмас қырылғаны. Салауаттың ізіндегі бала ғой деп сені көріп жұрттың көзі жымыңдады. Ал ендеше Ернұрдың сөз сөйлесін, дұрыс қой қошеметтің ұрылғаны. Ей,
ағайын бұрышта бос тұрып қалған, домбырасы Салауаттың дыңылдады. Ақындар шоқпар тоғайға ән әкелді, серілер сәулетпенен сән әкелді. Бісміллә деп ендеше айтсайық, ел жұрт деп отырғанда бәрекелді. Ақындардың ағайын тағдыры сол сахнада төгеді қара терді. Ал Еміржан, алсаңшы кезегіңді, басып тұрсың сахнадай дара төрді. Әкеңді танытайын деп едім ғой, онсыз да таниды ғой бәрекеңді. Оны да байғар юрнur жан екен ғой. Бек
елдің өзі самғатқан сұңқар едің. Қолыңды ербеңдетесің деп айтасың, шамма тиіп тұрсың құмқа менің. Басқа баламенен жолыққанда өз сөзімен өзін құртар едім. Ой, қолымды ербеңдетсем не болыпты? Мен әлі биіктерге шырқар едім. Ой, қолыменен қазаққа жол көрсеткен ер сырым Датұлының ұрпағы едім. Ой, жырымды ернұр інім жалғай алам, сөзімді талда десең талдай алам. Бүгін сені інім деп аялаймын, негізі ақын емеспін жандай аған. Ей, әкемді танытамын деп отырсың, ал айтшы менің әкем қандай адам? Ойымның кезек берсем төтесіне, ініңнің бет бұрдың ау қатесіне. Мен сені Сырымбекке ұқсаттым ғой, қайтадан түсті сол жаңағы түсіп отыр сәтесіме. Ағам-ау, сіздің әке сондықтан да ұқсайды Сырымбектің әкесіне. Жұртқа шыққан көмеспеді, бұл өнер беттетпейтін белеспеді. Жақсы адам деп ағам отыр, көзіме небір жағдай елестеді. Әкеңіз осалдау деп ойламаңыз, әкесі Жақсыбекте емес пе дауа. Осылай жұрттар наған жырымызде, тәтті өлең төгілді ғой тіліңізде. Жол нұсқар Сырымдаттың ұрпағым, Сырымдаттың жол нұсқаған деп айтқан осы жұртта жырыңызде. Ағам-ау, кезек бердім ал ендеше, қай жолды нұсқайды екен інісі? Рахмет сенің тілегіңе, қамшы іліп берермін білегіңе. Ағайын өлең деген дін болғанда, қағбадай бұрыламыз ұл еліме. Ей, қай жаққа жол нұсқайын саған інім, жол нұсқаймын жұртымның жүрегіне. Ей, шайқасқа буып келдің белді бекем, ернұрлар Сырымбекке ердім екен. Мен бүгін ініммен бірге шығып тұрмын, інімді жұлдыз қылып белгілетем. Ей, менің әкем тракторист болған адам, күші мен қуатына сендім екен. Сырымбек саған ұқсайды деп отырсың, түсіне бір арулар ендім екен. Ей, қайдан білем, сонда әкем трактормен бір кездері Жылойға келдім екен. Ей, дұрыс болмас атымынан құлағаның, ол емес інім сенен сұрағаным. Сырымбектің әкесі бөлек адам, Бауыржанның әкесі бөлек адам, біздерді бостан босқа кінәладың. Бірақ та Мұқағалидың бір сөзі бар, мен оның сөзін бүгін құбаламын. Ей, әкелерім білмеймін, бірақ тағы барлық ақын баласы бір ананың. Ернұржан өлең бар ғой көмейіңде, көмейіңді жарып көрейін бе? Ағаңменен шарпысқың келіп тұрса, жырымды тасқын судай төгейін бе? Бірақ бүгін сенің көрінетін жерің, інімді қақ алдынан
бөгейін бе? Ей, ағайын бір мәрттік қылғым келіп отыр, ініме бүгін жолды берейін бе? Білмеймін сені тақымға өңгеремін, жетеді төрлеріңе төрлегенім. Ағайын ақынның тілі біз сияқты өлеңнің өрнегі ғой өңдегенім. Ей, аламанда алқынбай тұрып шапсын, бүгін ернұрды ініме жол беремін. Ағам-ау, әр сөзіңде мән бар шығар, менің едім әсте алдан шығар. Әкеміз Құлсарыға келді ме деп, өлеңің астында сөздің зілмен мән бар шығар. Кім білет келіп кетсе келген шығар, қиғуда бөлек болды залдан шығар. Кім білет Жақсыбектей ағамызда бір кезде Орал жаққа барған шығар. Кейпіне түспей әсте қатал ердің, қатал ердің. Келмейді сан тұңғиыққа, келмейді тұңғиықта жата бергім. Ағам-ау, бергеннен соң жолың менен ініңе дұрыстап бір бата бердім. Таймайын енді тұғырдан, таймайын енді тұғырдан, алқалы жұрдым қолды соқ. Қиқу аламын әуелден, айқайың менен шуыңнан. Ардақтап бүгін жатырсың, айналып бүгін жатырсың, салауаттайын ұлыңнан. Әкемді еске ап жатқан, ағайын саған мың алғыс, сөзімді ұққын жырыңнан. Әкемнің бағы беселі, менің де бағым беселі, шоқпар тоғайда туылған. Senin de bağın besele, şoklar toğayda tuğulgan. Aynalayın Ernurcan, asıl tastın birisin, kırık tuştan kırılgan. Ey sözüngdü mende жалғайын, менің жырым себебі, кем емес қой інішек мына сенің жырыңнан. Ал сөйле десең сөйлейін, сөйле десең сөйлейін, ағайын осал болып мен туған жоқпын ғой сырымнан. Дос болдың өлең деген тылсым менен, дұрыс қой ақын болсаң күрсінбеген. Салауат Ернұрдайын ұл қалдырса өмірді болып тұр ғой құр сүрмеген. Жүрсін Ерман дегенді білесің ғой, айтыстың жүрегі ғой дүрсілдеген. Ай Сырымбекпен өмірдегі әкеміз бөлек, бірақ әкеміз бір өнердегі жүрсін деген. Әртүрлі арман бар ғой әр адамда, қайғысыз ішкен ас қой қарананда. Қарананды ас қылып қамсыз ғұмыр сүріпті Салауаттай қаранарда. Қарашайда тұрғанмен Салауаттың жаны дархан болыпты даладанда. Зәулім бір үйді салам деп жүргенде, қабірді үй қылыпты шара бар ма? Достары үйді салып бітіріпті, тапсырыпты жеңгеймен балаларға. Салауат ағамның жан достарына ауылы бір қошемет соғалар ма? Бекболат Қайырханов осында отыр, Сәкенмен бірге барған Аламанға. Ей Нұрлан мен Майғанаттай ағаларды
болады жан достар деп бағалауға. Жолдас деген болады жігіттерде, үйір деген болады абаданда. Сәкеңнің дос жолдасы көбеген ғой, санынан шатсасын сарағанда. Мана барып үйінен дәм татқанбыз, сонда үйін көрдік қой бағанаңда. Салауаттың үйі кең, зәулім екен, сарайға ұқсайды бір қарағанда. Ей, Салауаттың үйі одан да кең болар еді, таспен емес доспенен қалағанда. Ей, Ернұр деген ағайын бала құлын, біліп тұрсың жүйрік болып шабатынын. Салауат аламанда көсілгенде, қазақтың басы бозған сан ақынын. Салауат ағамыздай боламыз деп, соңынан бала лескен қара құрым. Салауаттың көбеді шәкірттері, алтындай ардақтаған аға ақылын. Сырымбек Сәрсенбаев соның бірі, жықпаған ағасының алатуын. Сырекең мәслихаттың депутаты, халықпенен билікке аратұғын. Салауатқа бір көше беріңдер деп, есігін әкімдердің қағатұғын. Шынымен де бір уақыт болмады ма, Салауаттар бір көше алатұғын. Тіпті сәт болып мәдениет үйінің маңдайына есімін ақыныңның тағатұғын. Сырымбек ағам менің жасай берші, бейсін ғой тыңдай хан ақылын. Былтыр асыл домбыра айтысында Сырекең көрсетті шабыстың дара түрін. Атырауға әкеліп асыл домбыраны, жарап тұр Сырымбектей нарақының. Ей, осымен қоштасайық тілегенім, Шоқпар тоғайда шаттықтың таң атуын. Құлсары деген мекен аман болсын. Ей, ақыны ағын судай ағатұғын, домбыраны дұрыс тарта алмайым деп андасанда Сырекең көңіліне алатұғын. Ей, Құлсары деген мекен жасай берсін. Ей, домбыра тарта алмайтын ақыны да асыл домбыра ұтып алатұғын. Ал інім, саған қайырлы сапар болсын, астыңа өлеңімнен атам болсын. Аға болып бата бер деп жатырсың, менің саған беретін батам болсын. Бола берме сезімге ынтық босқа, кеудемдегі желікті жұлқып сілкіп таста. Қарсы алдыңнан кезіксе қиындықтар, Салауаттың мінезімен жұлқып таста. Өмірдің жүргейсің өз жолыменен, адасып балшық кешіп күртік баспа. Ернұрдай асылдан қалған азаматты қазақтың бір сұлуы бір тұтпасқа. Сондықтан да бір сұлуға үйленгейсің, қыздарымен ойнай бермей түртіп босқа. Ей, Құлсары Шоқпар тоғайдағы Бейсенбай ағам айтатындай, ей, қолыңа қонған құсың құрты болсын, ұшып кетпесін қанатын қырқып таста. Енді бір жұмақ айтыс аяқтайды. Елдің сіздер болма, тоқтасын. Бұл жерде тұрғызаға қандай ғажайып айтыс болып жатыр. Болғанда жырларыңның көбі басым, ағам-ау, сен демемен жолығасың. Мен білсем, осы күнде бойдақ едің, несіне сахнада торығасың. Өзіңнің қолыңа құс қондырмастан, біреудің құсынаға не қыласың. Сілкініп отырғанда атамдайшын, ағам-ау, сен де көп жер сапарлайсың. Ініміз әкеп саған гүлім берді, атыңнан ініміз әкеп сізге гүлім берді. Демеймін, сұлуға көп бата алмайсың, ауылдан біздің жақтың гүл алып ап, бір қызына Орал жақтың апарып ағайсың. Ей,
таусып отырсың ғой төзімді де. Бұлаған үйленген ғой білмейсің бе? Біздер аттамаймыз ғой сезімді де. Бауыржан Қалиоллаған құда болған алдыңа дәлел болса көзір міне. Ей, әкемді танытамын деп қоясың, сен танымайсың ғой өзіңді де. Рахмет, ақындар. Суперфиналға берген сайыс болды, қандай тамаша. Қос ақынға бірден рахмет айтамыз. Ағамен енді сыйластығы сол тамаша айыс болды. Бауыржан, бауырымыз ағалығын, даралығын жолын беріп жатыр інісіне. Рахмет. Ал енді қазылар алқасы айыстың шешімі шығару үшін 10-15 минут үзіліс.